Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Жәрдемақы мен зейнетақы қанша теңгеге өсті? Әлеуметтік кодекс күшіне енді. Құжаттың аясында мемлекеттік жәрдемақы мен зейнетақы өсті, деп хабарлайды Бақ-Каза ақпарат агенттігінің тілшісі. Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы Аслан Оразбеков әлеуметтік кодекске қандай өзгеріс енгізілгенін түсіндіріп берді. Аслан Оразбеков атап өткендей, былтыр қабылданған 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес бірқатар базалық көрсеткіш ұлғайтылды. Атап айтқанда 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі күнкөріс деңгейі 40 567 теңге ретінде бекітілді, ал айлық есептік көрсеткіш 3450 теңге болды. Бұл көрсеткіштер жасына байланысты зейнетақы, базалық зейнетақы мен және мемлекеттік жәрдемақылардың өсуіне негіз болып отыр.